Көкбөрі деген енді Достар, Шығыс шаһары Өскемен қаласы Кішітаудан Міне Ақсақалдан пайдалы ақпарат қасқыр туралы, қасқырдың қасиеті туралы ақсақал айтсаңыз. ол енді көкбөрі деген енді ол тегінде мынаның анау қандай мынаның көкбөрі жіні бар ма деген секілді қасқырда көкбөрілік өте күшті ғой. Ол албаты қасқыр қолға түсе бермейді. Оны бір енді жазатайым болады, енді ода оқ ұшып кетеді ғой. Бірақ олып кәдеуілгі мына қаңтарда үйігеді қасқырдар. Бөрісырғақ. Иә, сола бірігіп сонымен үйікті деп айтады. Содағы еркек ұрғашын шақырған уақытта, сол уақытта қасқырды шақырып атуға болады. Сіз шақырдыңыз ғой сені? Мен шақырдым. Мен шақырып аттым қасқырды. Кәдеуілгі ұлып. Оны былай қарата түзіп отырып ұлымайсың, көкке қарап тұрып ұлайсың. Қасқыр секілді болу. Иә, мұрынды тас қылып мұрнынан жел шығармайсың. Тек ауыздан ғана ұлыған дыбысыңды шығарасың қасқыр болып. Сонда қасқыр алдыңа өтіп кетсе, өз шақырады кел деп, артыңда болса қолма-қол келеді өзі. Адам дауысын ажырата алмайды ма сонда? Ажырата алмайды. Ол ажырамайды ғой. Сен мұрныңнан дем алып тұрған жоқсың, аузыңды тура қасқырдың дауысына салып аласың ғой. Ұлайсың кәдеуілгі. Сізді ол алыстан байқайды сонда адам? Оны сонымен қасқыр сірәді алдына қарамайды келе жатқанда. Алдымда не бар деп қарамайды, артына ғана қарайды. Ізімде қуып келе жатыр ма деген ғана артын қарайды. Күмән болады. Күмән болады, алдына қарамайды, тура өзіңе келеді. Сонда атасың. Әгер де тобымен келе жатқан қасқыр болса, онда сақ болу керек. Ол жаңа үйірге түскен уақытында сен аямайды, тура жеп жіберуге болады. Топты қасқырға жолауға болмайды. Бұлай болғанда қасқырдың бөлтіріктің күшігіндей деп, ол қасқырды мың жерден ит қып бағам десең де саған ит те болмайды. Ол есебі саған жолдас та болмайды. Қасқыр қасқырлығын жасайды қай уақытта. Қасқыр деген тегінде аты қалай, тарихы солай. Ол еш уақытта сенің ортаңа келіп бағынбайды. Сол. Бірақ қазақ пен қасқырдың табиғаты бір ғой. Жоқ, ол енді мінезі бір болғанменен, ол біріне бірі дәл адам бағынса да қасқыр бағынбайды. Сірәді. Ол күшігін енді жаңа туған күшікті ұясынан алып келіп соны өсірген кісілерді көрдік. Күзге таман келгенде сол анау жерді қазып адамды көрмей, адам алдына келсе ары қарайды ғой, бетіне, адамның бетіне сірә де қарамайды қасқыр. Ит болса бетіңе қарап көзің, бетің, аузыңды жалайды. Қасқыр ол бетіңе сірә қарамайды, теріс қарайды. Сондай қасқырдың немесі. Иә, қасқырлығы сондай. Жақсы ақсақал, рахмет. Осы бірге пайдалы ақпараттарыңызды бөлісіп отырыңыздар. Достар, көрдіңіздер ғой, біздің ата-бабамыздан қалған осындай пайдалы ақпарат, пайдалы әңгімелерді болашақ ұрпаққа жеткізіп отырмыз. Аман болыңыздар. Егер қандай келесі сұхбат аламыз, қандай сұрақ болады, жазыңыздар. Және де осы ақпаратпен бөлісіп, таратып, лайк басып пікір жазыңыздар.